Минимальный вывод. Екі матик болса, значит, смотрите, минимальный вывод. Екі матик шығу үшін мына 30 адаммен осы офлайнның өзі қамтамасыз етіп тұр. Осы екі матиктің шығып, ары қарай хотя бы осы салынған минимальный входқа салынған матикті шығаруға тез шығуына мысалы осылар әсер етеді. Сонда қараңыздар, 15 матик мына 30 адамнан бірінші тәулікте біз обычно где-то бір, болмады дегенде в среднем 7 матик шықты делік. 7 матик шығатын болса, это уже 50% мына салынған ақша. 50% шықты. 50% шықты ма? Значит, тағы да бір кішкене уақыттан соң ол тағы да шығады. Сонда бізге мына 100% ақшамыз спокойно шығады деген сөз. Гарантированно шығады, потому что мына жерге уже пассивный доходқа компания адам беріп қойды шығаратындай. Вот это вот математиканы осылай санау керек. Любой компанияда. Мысалы, басқа компанияларды айтатын болсақ, салыстыру үшін да ақша сал дейді, мысалы $100 сал дейді, $100 салады, ол $100 барады да компанияға түседі. Мына жерде біздің салған ақша ол полностью партнерларға бөлініп кетіп отыр. Компанияға кетеді. Компанияға кеткеннен кейін олар осының ішінен отырып алып ойланады, қанша пайыз берейін деп. Компанияның қалтасында напрямую. А мынау бізде салынған ақша компанияда емес, ол уже партнерларға бүйтіп шашырап бөлініп кетті. Шашу болып кетті. Ол шашу болғанда біз айтып жатырмыз жаңағы 30 адамға 30% кетіп тұр, 60% деңгей бойынша кетіп тұр, и 10% біздің реферальный бонус болып полностью ол адамдарға шашырап кетіп тұр. При этом, егер компания мынандай болып полностью өзіне ақшаны алатын болса, это опасно. Это означает гарантия компанияда бар ма жоқ па деп осы кезде ойланады. Бұның основателі кім, аудит деген не, осы кезде біз компанияны тексереміз. Ал егер мына жерде адамдарға шашырап кетіп алса, значит компания не заинтересован от вклада зарабатывать. Салынған ақшаны алуға қызығушылығы жоқ компания. Это уже гарантияға жатады. Из-за этого никакой аудит даже здесь не требуется. Самый главный адам баласы плюс-минусты қосып алуды түсінсе болды. Түсінікті ғой. Сіздердің мысалы Астер дедіңіздер, басқа бүкіл хайптарды, бүкіл проект қарасаңыздар 100% ақша компанияға кетті. Неге жабылып жатыр? Потому что олар өздеріне алды. Қалталарын толтырды, все, кетті, жапты. Когда им удобно было. Вот и все. Вот это и есть. Вот то, что мына ақша полностью халыққа бөлініп кететіні, вот это и есть гарантия, былай қарасаңыздар. Элементарная математика. Мен мысалы осында келген кезде всегда маған, первый вопрос менде минимальный вход қанша, минимальный вывод қанша деп сұрады. И они мне сказали, минимальный вход мынандай, минимальный вывод мынандай. Все. Сосын мен айттым, оны обеспечивать ететін қандай жүйе бар, не береді бұл? Сөйтсем мына пассив бар екен. Пассив болған соң мен сразу түсіндім, ага, значит за счет этого даже менің мына салған ақшаларым шығып жатады. Вообще проблема жоқ. Значит, это означает, что здесь у нас ақшамыз кетпейді деген сөз. Гарант мынау. Бұл 30 адам әрине қалай жұмыс жасайды, қалай шығады, ол енді әр кезде әртүрлі. Мысалы бизнеске келіп жатқан адамдарға біз айтамыз, 100 матикпен тіркеліңіздер, сразу жұмыс бастап кетіңіздер деп. Потому что 100 матикпен тіркелген адамдар, олар уже серьезный адамдар деген сөз. 15 матикпен тіркелген адамдар, это значит тестировать етіп көреді, бүйтіп ойланады, ол ертең кабинетіне кірмей ма, кіреді ма, кірмей ма, ол енді өздерінің мысалы несіне байланысты. Кейбір адамдар әрине мүмкіншілік болмай жатып кіріп, максимально өсіріп кетіп жатқан да бар. Миллиондарға шығып кетіп жатыр, табысқа мысалы минимальныйдан бастап. Слуханы мысалы сөйтіп бастады кезінде тоже. Из-за этого, в принципе, ол да бар. Но мына жерге қарасаңыздар, мынау настоящий гарант математика. Любой системаға барғанда сол осыны санап білсеңіздер бар ғой, ертең күймейсіздер вообще категорически. Түсінікті ғой? Не керемет. Бұлай айналдырым керек еді. Айналдырмайсың, міне регистрейшнде керемет кездесу офлайн. Астына бүйтіп мына жерге жазыңызшы не мен 100 матикпен кірдім, сосын астынан 50-52 аккаунт алдым. Сонда маған анадан 30, мынадан 30, мынадан 30, маған 90 түрлі адам жазып бере ма? Жоқ, бір 30-ды үшеуіне де жаза сала ма? Қараңыз, бір адам тіркелген кезде системада ол барады да 30 адамға бекітіледі. 30 адам. 30 адамға бекітілген кезде бұл 30 адам ғой енді осы. 30 адамға бекітілетін болса, егер сіз тіркелгеннен кейін, сіз тіркелдіңіз. Мына 30 адам прямо сізден соң сатырлап келіп жатқан болса, олар осы 30 адам бірінші аккаунтқа да, екінші аккаунтқа да келуі мүмкін. Былай примерно айтатын болсақ. Но на самом деле бізде араласып кетеді. Кейбір адамдар қайталанып келеді. Үш аккаунтыңызға кейбір адамдар араласып келеді. Жоқ, сол бір системаға байланысты. Бір суммамен тұрады ғой, анада да, мынада да. Соны ойлаймын мен. Адресіне қараңыз оны. Адресіне қарайсыз.
адрестер, именно адрестер одинаковый болса, значит бір адам сізге бекітілді деген сөз. Один и тот же человек. Потому что именно мысалы қараңыз, сіз мысалы моментально сіздің бірінші кабинетіңіз ашылды, мысалы да, қазір қанша мысалы 16:23-те аштыңыз. Сізге 30 адам келді. Екінші кабинетіңіз сіздің, где-то бір 16:25-те ашылды. 2 минуттан соң. 30 адамның ішінен кейбіреулер сізге түсуі мүмкін. Потому что бұл 30 адам сатырлап бір тіркелген кезде бірнеше адамға барып не қылады, бекітіледі, алгоритм, моментально. Из-за этого егер соны поймать етіп қалсаңыз, ол мүмкін. А бірақ ол не, вот біз мына жерде қарап айта алмаймыз. Баяғыда біз қыздармен отырып, Россияда қыздармен прямо бір-бірімізге түскенді қалап отырдық, потому что біз бәріміз жұмыс жасап отыратынбыз ғой басында. Из-за этого жұмыс жасайтын адам болған соң, вот мен осы 30 адамға түсейінші деп бір-бірімізге жасаған кезде үлгере алмай қалып жаттық қой. Потому что біздің кабинеттер оларға түспей қалады да, басқа бір адамдар түсіп кетеді. Жоқ, сонда мына 1% мынағанда түседі. Мынадан мынанікі мынағанда түседі 1%. Иә. Қараңыз, сіз 100% ақшаны саласыз. 100% ақшаны салған кезде, мысалы 100 матик салдыңыз, любой ақша. Салынған кезде 30% ақшаңыз, значит 30 матигіңіз. 30 матик барады да, бір матиктан барады да, сол 30 адамға барады ғой, 30 адамға. Сонда 30 адамға түскен кезде ол бір матиктан барады да, мынау бірінші адамға барып түседі, екінші адамға да бір матик береді, үшінші адамға бір матик береді, сөйтіп 30 адамға барып беріледі. Сонда ол бір адам келген кезде, ол ақшасын шығарған кезде де, мынау сізге если сол адам қайталанып келіп тұрса, 3 аккаунтыңызға келіп тұра ма, ол обязательно, хоть 10 аккаунтқа ол қайталанып келіп тұра ма, значит, оның 30 матигі бөлінеді бір матиктан. Түсінікті ғой? 30 матигі бір матиктан әрбір адамға бөлінеді. Кімге бекітілді, соған барып бөлінеді. Алгоритм оны жасайды, математически. 30 адамнан ол тек бір-ақ рет шығарады ғой ол. Бір-ақ рет 1%. Бір-ақ рет ақша салады. Жоқ, шыққанда 30%. Шыққан кезде, каждый шыққан сайын тоже 1% бөлініп отырады. Каждый вывод сайын. Каждый вывод сайын то же самое повторяется. Салған кезде ол да бөлінеді. Вот салған кезде именно бар блокчейнға бар бекітіледі ғой. Мысалы, басқада, мысалы, мен тіркелдім, мен барында сізге бекітілдім. Сізге бекітілдім. Как раз содан соң менен кейін жаңағы, вернее, менен бұрын мына кісі тіркеліп жатса, мен барында бұл кісіге барып бекітіліп қалдым. Руслан мырзаға бекітіліп қалдым. Бүлдіршін ханымға бекітіліп қалдым ба, тағы да 30, тағы да бір, біз 4 адам ба, тағы бір 26 адамға барып бекітілді. Әрқайсыларыңызға менен бір пайыздан ақша түсті. Мен мысалы 100 матикқа тіркелсем, бір матиктан түсті деген сөз. Егер менде 15 матик болса, оның бір пайыз. 15 матиктан. 500 матик болатын болса, значит 5 матиктан ба қанша 1%. Иә, 5 матиктан сіздерге түсті деген сөз. Напрямую сразу. Ол мен ақша салғаннан. Бірақ оны бір-ақ рет аласыздар, салынған ақша. А шығарған кезде ол қайталанып отырады. Мен может быть қазір мен шығарып жатырмын, бір кабинетмен 5000 шықты. 5000-нан сонда мен бекітілген 30 адам әрқайсысы қаншадан алды? 50 матиктан алды. Общий выводым менің 5000 менің пакетім көтеріліп тұр ғой. Сол пакетімнің ақшасы бөлініп отыр. Сол менің 5000 шыққан пакетім, ол да тура жаңағы мынандай болып бөлініп кетіп отыр ғой. 30%, 1%дан 5000-нан жаңағы 30 адамға кетіп отыр. Ол адамдар рахаттанып өмір сүріп отыр, былай қарасаңыз алып отыр. Көрдіңіздер ме? Из-за этого әрине бұл пассивке көп көңіл бөлмейміз деп жатқанымыз, оның орнына наоборот сіздер сондай пассив алып келетін адам болсаңыздар жақсы. Мен мысалы мынаған қарағам жоқ. Мен наоборот соны өзім наоборот көмек берейінші осы халыққа. Мен мысалы активно жұмыс жасайыншы деп жұмысты бастап жасадым да, зато менен бір қызығын қараңыз. 60% бізде 60% ақша болады. 60%-ымыз деңгей бойынша бөлінеді. Бір қызығы. Мынау бұл бірақ 1%-дан 30 адамға бөлінетін дүние. Ал енді 60% қарасаңыздар, 60% бізде 2%-дан 8%-ға дейін. 2%-дан 8%-ға дейін. Бұл енді әлем ақша. Вот мынау енді басқа адамдарға тоже мен бөліп беріп отырмын. Каждый раз шығарған сайын. Бұл уровеньнен алатындар ма? Деңгей бойынша. алатындар. Сіз шығарған кезде сіздің ақшаңыз тура сондай болып бөлінеді. Ана пакетке кетіп жатқан ақша бар ғой. Деңгей деген вообще керемет. Мысалы қараңыздар, мен сізге көрсетейін. Қазақша деңгей, қытайша, Қытайша. линия, орысша. Қытайдан келдіңіз ба сонда? Арнайы Қытайдан келіп жатыр.
сізге срочно лидер болу керек. Қытайдан келді Уже лидер ғой. болды деп Үлкен командасы бар. Молодец. 99 жылғы. Үлкен Пожалуйста. командасы бар. Молодец. Кішкентай Жездесі қызы бар. семьясы бар. Ана жақтан келіп тұр, анау жақтан. Мынаны қараңыз. Менде мысалы мынау Сыртында тұрады. 14-ші аккаунт мынау, иә? Менде 14-ші аккаунт. Қарайтын болсаңыздар, мысалы мынау новый аккаунттар 23 матик тұр. Қазір мен енді 9-ші аккаунтта. 14-ші аккаунт. Иә, мына 9-ші аккаунтты көрсетемін қазір. Енді ол жақты жасап жатырмыз ғой. 9-ші аккаунтқа мінекей 158 түскен. 70% шығарыпты. Көрдіңіздер ма? Енді мынаны қараңыздар. 8-ші аккаунтқа тоже самое келіп тұр. Қазір айтам, неге ол келіп тұрған, қазір айтам. Команданы көрсетемін, мінекей. 150-ге түсіп тұр. Қатар түсіп тұр. Әлі мысалы кеш болған жоқ, кешке дейін осылар өстіп жинала береді. Мынау старый не аккаунттар. Осы үшін жұмыс жасауға болады ғой еңбектен. Сізде мына ақшаны Ишатхан алып кете алмайды, потому что оның достығы жоқ бұған. Бұл менің ақшам. Сондықтан $1000 жағады. Иә? 141 мына жерге түскен. Ал енді қарайық мына жерден 3-ші аккаунтты қарайық. Спонсорымыз. 3-ші аккаунт. 92 матик тұр. 80% шығарам. 80%. 3-ші аккаунт. 2-ші аккаунтты көрейік. Сіз бәріне 90 шығармайсыз ба сонда? Жоқ, разный ғой, Әр аккаунтының пакеті әртүрлі ғой. Мына жерде 87 матик тұр. Мұнда менде мінекей әлі 5000-ға жеткен жоқ. Әр кошелектің өзінше пакеті бар ғой. Авторинвест деген бар. Иә, күніне шығып. Мынаны қараңыздар енді, 1-ші аккаунт. 1-ші аккаунт мінекей менің пакетімді қазір көресіздер мына жерде. Ең бірінші бастаған ба? 86 мынау. Потому что мынау 3 аккаунттан басында мен шығарып тастағам бүгін бағана таңертең. Мінекей 5393. Осы 5393 тура мынандай болып бөлініп кетіп отыр ғой. Тура осы болып бөлініп кетіп отыр. 30% 30 адамға. Жаңағы 60% деңгей бойынша кетіп отыр. Мен кімнің ол получается мен мына 30 адамның арасында біреуге барып түсіп отырмын. И мына деңгей бойынша барып бір адамдарға барып бекітіліп отырмын. И бір қызығын қарайтын болсаңыздар, мен мына жерге көрсетемін. 2-ші аккаунт пен 3-ші аккаунт қатар менде стратегиямен келген да, из-за этого оны қарасаңыздар, мына деңгейін қазір қарайсыздар. Мына деңгей жағын қарайтын болсақ, Wi-Fi-ға қосылып кетті ма менікі? Иә, бір Wi-Fi-ға қосылып кетті ғой. Так, мынаны қарайтын болсаңыздар, қараңыздар мінекей. Мына жерде 9-ші деңгейде 286 тұр, көрдіңіздер ма? 10-ші деңгейде 340 адам тұр. 8-ші адамда 204. Тура осы бүкіл менің командам бар ғой, мына жерде тұрған. Қазір 3-ші аккаунтта қайталанады. Неге екеуінің табысы бірдей болып шығып тұр практически. Қазір мен мінекей, енді 3-ке өтем. Запомнили, да? Мысалы 9-ші деңгейде 286, 340. 3-ші аккаунтқа барам да, потому что қатар түскен кабинет осы. Слуғанында енді ол 9 кабинет бірақ қойған ғой сондай қылып. А менде осылай, потому что біз басында стратегия ештеңе мінекей. 286 бар ма? Бар. Ол бірақ 8-ші деңгейге түсіп тұр. Бағана ол ана жақта 349-ші деңгейде тұр. Көрдіңіздер ма? Бүкіл командам қайталанып тұр. Осы по фактам доказательство того, что алгоритм рабочий. Мына алгоритмге қарасаңыздар, компанияның өзіне, ол өзіне бүкіл команданы тартып алып, өзі ақша алып отқан жоқ команда. Ол просто өзі жаңағы өзіне бекітілген 20-ші деңгейге шейін табысын алып отыр. Сосын жаңағы біз шығарған кезде мына 6% мына жерден шыққан кезде 6% транзакцияға кетеді, сол ақша ол жаққа түседі. Болды. Басқа компания бізден ақша алмайды. Сонда 90% не үшін мен шығарып отырмын? Потому что компанияның өзі алгоритм арқылы табыс алып отыр. Көрдіңіздер ма? Вот настолько вот шынымен де халыққа арналған деп айтатынымыз сондықтан. Түсінікті ғой? Осы это уже факт, доказательство. Кім келіп гарантия нені сұрайды? Осы видеоларды, осы айтқандарымды айтып көрсететін болсаңыздар, ертең болашақта өздеріңізде де кабинеттеріңіз болады, сол кезде көресіздер ғой. Бір команда екінші кабинетке қайталанып түседі. Сіздің ол нелеріңізде. Мына менің командаларым қазір 3-тен кейінгі мен кім тұр, соған барып түсіп жатыр ол менің командамнан ақша. Ол мен алған ақшаны ол да алып жатыр ғой қазір. Представляете? Оның астына түскен адамдар тоже самое. Мен алған ақшаны алып жатыр. Оның астындағы адамдар тоже. Сонда мен командамен бір көмектесіп жатырмын да. Қаншама адамға. Ол деген қаншама адамға кетіп жатыр ғой, еще білмейміз даже санын оның. Неге қайталанып келіп жатыр, и ақшаны қаншама беріп жатырмыз біз. Из-за этого мына жерде просто айтып жатырмын ғой, мынау историяны өзгертетін дүние. Мынау енді системаны, бұрынғы экономиканы өзгертетін. Мен, кстати, телеграмға бір бағана видео жіберген, почему 1% адам жер бетінде ақшаның бәрін алады деп. Сол видеоны көрсеңіздер, енді
вообще керемет видео екен, кеше просто наткнулась, ойладым, мынау как раз осы мотив баскет түсіндіруге жақсы екен деп жіберіп қойған телеграммаға. Потому что 1% нені 13 семья бар екен, миллиардерлер. Бүкіл жер бетіндегі ақшаның бәрін олар алып отыр. 1% адам бүкіл жер бетіндегі ақшаның барлығын солар алып отыр. Шын. Қалған бүкіл жер бетіндегі адам практически соларға жұмыс жасап жатырмыз біз. Мына мотив баскет системасында енді қараңыздар. Мысалы, жоғары жақтағы адамдар компания табыс табатын болса, ол компания, лидерлер табыс табатын болса, олардан автоматты төменге қарай шашырап жатыр адамдар. Командада кетіп жатыр, сонда любой лидердің жасаған жұмысы, любой компанияның жасаған жұмысы төмен қарай шашырап кетіп жатыр ғой көмекке. Сонда біз системаны не істейміз? Ана өзгертіп жатырмыз. Бұрын мысалы 1% адам ғана жер бетінде табыс алып жатса, бүкіл 99% ақшаны осылар алып отыратын болса, 99% ақшаны табысты, миллиардерлер мынау. 13 қана семья дейді. Енді мотив баскеттің арқасында біз осылай болып мысалы лидерлікке шығатын болсақ, автоматты біз артымызда мынада келіп жатқан адамдар ең төмендегі адам болса, оларға автоматты көмек кетіп жатады бізде. Мына кісілер кімге көмектесіп жатыр былай қарасаңыздар? Ешкімге көмектесіп жатыр. Зиян. Неше түрлі анау бұлардың мақсаты, мысалы мына 1% адамның мақсаты мысалы да, сол миллиардерлер болып жатқан адамдардың көбінесе былай қарасаңыздар, енді теория заговора деп неше түрлі қылып айтады, но мүмкін да, но все равно бүйтіп қарасаңыздар, соцсеттермен, телевидениемен, мысалы анау қазір Израиль мен Палестина соғысып жатыр, Украина соғысып жатыр, олар сол соғысып жатқан елдерге көмектесіп, наоборот ол соғысқа барған кезде олар ана қаруларын бір-бірімен жаңағы эксперимент жасайды. Ана жыл бір Американың киносын қараса, соны айтып жатыр, біз дейді новый самолет ойлап таптық, барады да, анау туанда барып атқанын еще кинода көрсетіп қояды ғой, соныша анаған барып, ой ана жердегі бір елде дейді, Мадрид дейді, бір жерге бару керек екен, сол жерде дейді, террористер бар екен деп, новый өзінің самолеттерін испытать етуге сол жаққа жіберіп отыр ғой. Олардың істері осы, потому что им делать нечего, былай қарасаңыздар да, енді білмейміз ғой оның ішінде қандай адам бетін, просто элементарно бүйтіп примерно қарайтын болсақ. Но мына системаны өзгертуге мотив баскетке, именно мотив баскетті дамытқан адам осы системаға қарсы жүреді осы. Потому что мына система өзгереді. Мынау бәленбай мың жылдап, 2000 жылдап дамыған система. А біз мына мотив баскеттің системасы соны өзгертеді. Почему даже компанияның өзі 99% шығармайды, шығаратыны 90%, при этом 10%-ын халыққа беріп отырады да, еще команда переливті компания тоже береді. Компанияға тіркеліп кетіп жатады ғой кейде, ол перелив болып төменге түсіп жатыр ғой. Ана жолы біз Ершатқанмен сөйлескенде айттық ғой, менде бір аккаунтымда, әрбір менде 7 аккаунт бар, 7 аккаунтым дейді, әрқайсысында 100 адамнан личниктері бар, олардың барысында 100 адамдардың бәрі төменге қарай кетті. 4 адам ол кісі астында тұрған напрямую. Қалғандардың бәрі төмен қарай кетті ғой. Көрдіңіздер ме? Болашақта енді біз лидер болып өзіміздің кабинеттерімізге мен тағы да үстіне қосамын деп ойлап отырмын. Потому что бірінші аккаунттарын тағы да бір активный болу үшін, мынандай 4 алгоритм жасау үшін тағы да бір өзіне 10 шақты адамға қосып қояды деп отыр личниктер. Может быть, уақыт өткен сайын қас инструменттер жасасақ, олар уже ары қарай тезірек личниктер қосқанда оңай болып, оңайландырып жіберсек сол жақсы болады. В принципе, но қазір максимально қоятын условия шарты компания 15 адам ғой, и все, бас ауырмайды. 15 адам қойылды ма болды. 15 адам қойылған кезде соны түсіндіріңізші. Қалай қоюға болады? Стратегия ма? Стратегия ма? Стратегиямен алып деді ғой біз. Стратегиямен алғанда былай ғой. Или ана күн телеграм чаттан кім Нұрсұлтан да? Что-то өзінің несін шығарып деді, мен түсінбедім. 15-15. Иә, қараңыз, біз былай жасап жатырмыз қазір. Бірінші аккаунттың астына 15 личник қойып жатырмыз. 15 личник қойған кезде оның 4-еуі ғана мына жерге түседі. Мынау екінші аккаунт өзінікі әр адам. Үшінші аккаунт, мына жерге 4-ші аккаунт, мында 5-ші аккаунт. 6-ші аккаунт қайда келеді 15 аккаунт? 6-ші аккаунт тоже мына жерге келеді. Хотя ол мына бірдің аккаунты. 6-ші аккаунт. Бірдің аккаунты, 7-ші аккаунты тоже екінің астына келіп түседі. Бірінші деңгейіне екінің. 8-ші аккаунт тоже осында келіп түседі. 9-ші аккаунт тоже осында келіп түседі. Мынаның уже бірінші деңгейін бриллиантовый орнын бір уже алды. Осы бір өзінің бір адам ғой, сондықтан ол не обидно. Потом келеді, біз осы стратегияны бұрын білгенде ғой, осылай қылып жасағанда вообще менің табысым қазір $2000 емес, $10,000, $5000 болады деді. Иә, басында бір қаншама адамдарға перелив. Қазір менің астымдағы бір кісі ана жылы ауырып қалдым, больницадан дейді, бірақ мен сияқты ол кісіде табыс шығарып. Оның пакеті практически қазір 3000-ға көтерілді. Представляете? Просто на ровном месте ол кісі былай жұмыс жасап, үлкен кісі ғой, жұмыс жасап үлгі болып, жасап та былай неғып жатқан жоқ.
мына жерде 10-шы аккаунт барады да 3-тің астына түседі, 3-тің бриллиантовый орын алады мына жерде. Оның барлығы бірдікі. 11 мына жерге келеді, 12 мына жерге келеді, сосын 13 мына жерге келеді. 14 мынаған келеді, и 15 мынаған келеді. Сонда қараңыздар. Мына жерге уже адам өзі біледі, өзі тағы да осы жерге алып, 1-2 аккаунтын алып қоя берсе болады. 15 аккаунт мына бірдің астына қойылған. Почти 1-2-3 кабинетті жауып тұр, бриллиантовый орындар. Сонда мына кісі келеді да, енді личник қойып бастайды ғой. Личникті қойып бастаған кезде, мысалы мына жерге ол личниктер мында келуі мүмкін. Если мына жердегі орындарды өзім аламын десе, өзі алып алуы мүмкін. Сосын бірінші личникті қойған кезде ол бірінші личник барады да мына жерге түседі. Личник 1. Личник 1 сонда мына жерге табыс алып келеді, деңгей бойынша 2%. Сосын екінші аккаунтқа 3% деңгейлік табыс алып келеді. А бірінші аккаунтқа бітіп барады да мына жерге 13% алып келеді. Потому что реферальный бонус және деңгейлік бонус екеуі 13% болады. Сонда бір адамнан 1 алды, 2 алды, 3 алды. А бүйтіп жаза берсе бола ма? Например, мыналары емес, мысалға бүйтіп мынаны жазды, мынаның астына жазса, пустойлау болса. Пустойлау болса, мына бірінші қараңыздар, деңгей бойынша бізде мына бар. Деңгей бойынша бізде мына таблицамыз бар ғой. Қараңыздар, бізде мынандай таблица бар, аз көрсетемін. Мына таблица шығар, сіздің айтып отырғаныңыз. Иә, мына таблица бар. Егер бірінші аккаунтқа сіз адамдарды 15 аккаунт қоймай, просто деңгейдің мына тереңдікке жазам дейтін болсаңыз, сіз бірінші, екінші деңгейден ғана ала аласыз табысты. Келесі үшінші деңгей ашылу үшін бір личник қою керек. Бір адам бірінші деңгейде тұру керек. По-любому мына жақ толады. Сіз егер мысалы мынаған, сіз қазір кабинетті 1 алдыңыз, бірінші кабинет алдыңыз, сосын қандай аккаунт алдыңыз? 2-50-лік 2 алдым. 2-ні алдыңыз, сосын 3-ті алдым. 3-ті алдыңыз. Енді қараңыз. Сіз мынаған уже личник қойып жатсаңыз, личник 1 мына жерге түседі. Иә. Тағы личник 2-ні қойсаңыз, личник 2 мына жерге түседі. Уже сіздің бриллиантовый орындарыңыз ол личниктерге берілді. Личникті мына жаққа тіркедің ау деймін сен, Руслан? Иә, негізі мен ана 2-нің астына тіркедім. Личник 1 мында келді. Хорошо. Қараңыз, енді не болады? Мына активный адамыңыз өзінің астына адамдар тіркеп кете беретін болса, бұл деңгейді аша береді. Бірінші деңгей. Мынау бірінші деңгей. Мынау екінші деңгей. Мынау мына жерде уже үшінші деңгей болады. Мынау төртінші деңгей болады. Мына жерде бесінші деңгей болады. Ол осыны если ашып кететін болса шақырып, бірінші аккаунтыңыз сіздің. Егер мыналар пока жоқ, 0, ешкім жоқ. Ешқандай личниктер жоқ. 1-2 аккаунтпен, мінекей, 1-2 аккаунтпен сізде 5-ке дейін ғана ашық тұр. Уже аласың. Мынау ертең, если 6, 7, 9, там сөйтіп тереңдігі ашылып кететін болса, сіз мимо кетеді ақшаңыз. Пока сіз мына адамдарды қоймағанша. Ол үшін мына 4-ті толтыруым керек, да? 15 әр аккаунтқа. 15 адам қойған кезде 4-ті жазам ғой, сосын барып қалғаны былай қарай. Жоқ, былай жазбайсыз. Барлығы мына реферальный ссылка 1-мен жазылады. Бүкіл адам. Қапталын кетеді. Иә. Бірақ мыналардың астына түседі. Иә, олар мыналардың астына түседі. Мыналардың деңгейлерін жауып кетеді. Мыналар ғой, мыналар түседі. Анау 4-еу жазды ғой, 5-шін жазбай ма? Иә, 5 барады, мынаның астына түседі. 6, 7, 8, мына жер занят қой, мынаның бірінші орны. Ол 5, мысалы 5-ші аккаунтыңыз барады да, мына жерге барып түседі. 6-да сояққа түсе ме? 6-да 2-ге түседі. 7-де 8-3-ке түседі. 8-3-ке түседі. Потому что мында бір личник тұр ғой. Ана мынау 4-ке толғанда анаған кетіп қалды. Иә, мынау 4 толғанда жоғарыдан төмен, слева направо заполнение. Запомните вот эти стрелки. Автоматом система қойып отырады. Шынымен кейде 8-ге барған кезде адамдар астына түспейді, былай қарай кете береді де. Иә. Мына жаққа кете береді екен, оны мына жақта болса. Иә, потому что ол битіп кете бермейді, ол наоборот битіп толтырады мынаның бәрін. Мысалы компанияның өзі тұр да, иә. Оның астына 4 адам келеді, қалған адамдардың барлығы барады да, мына перелив болып кетіп жатыр ғой деңгейге. Мына деңгейге түседі, ол деңгей толды ма? Мына деңгейге барып түседі, ол мына деңгейді толтырады, өстіп толтырып кете береді ғой әр деңгей. То же самое лидер. Мысалы мен айтып жатырмын ғой, біз мына жерде отырып алып, мысалы мынандай не жасадық. Мына жерде мысалы қараңыздар, мынау біздің мынау енді бүйтіп сызайық. Үлкен бәріміз өстіп бастаймыз ғой неке. Мына кісіден неке 4 адам барды да, мына жерге толды 4 адам. Қалған адамдар мына жерге түсіп жатыр, мына жаққа келіп жатыр, иә. Енді мына жерде мен тұрмын делік. Менің өзімше, өзім мынау компания отдельно жасап жатыр ма?
менің өзімде отдельно осындай перелив кетіп жатыр ғой командаға. Менің өзімнің переливім отдельно кетіп жатыр командаға. Деңгей болып. Мынау өзінше кетіп жатыр. Сонда бір моментте мына компания даже менің командама да көмекке кетіп жатыр. Бәрі басымыз бірігіп жатыр дегеніміз сол ғой. Мына жерде бір лидер тұр, мысалы сіз лидер болдыңызда, сіздің өзіңіздің переливіңіз өзіңіздің командаға обеспечивать етіп жатыр. И менің переливім де сізге барып жетеді. Со временем, потому что мен сіздің жоғарысында тұрмын. бір күн жетеді. Иә, күндердің күнде жетеді. Сізге компанияның переливі де жетеді сіздің командаға. Әйтеуір күндердің күнде жетіп барып ол любой адамды активный доходқа шығарып жібереді. Система солай. Любой адам, даже пассивте отырған адамды активқа шығарады. Сонысы керемет. Бірақ әрине ана 15 личникті қойып қою керек. 15 личник болса жақсы. Еще раз объясните, мен допустим мен тұрмын, сосын 3 аккаунт алдым. Так. Енді келесі адамды қалай жазуым керек, еще раз объясните. Так, сіз тұрсыз. Мен тұрмын, иә. Сол мен бірінші боламын. Бірінші аккаунт. Иә, мыналар 2, 3, 4 бола ма? Сіз мынау личниктер ма? Жоқ, лишний емес. Өзіңіздің. Үшеу алды. Мынау Үш аккаунт алдым. бәрі бірдің астында ма? Бірдің астында. Бірдің астында. 3-4 аккаунт тұр. Аха. Мына жерде пустой. Пустой. Пустой 0 пока. Аха. Вот. Енді личник жазсаңыз, личник мында келеді. Кеше Исмайға жаздың сен. Ананың екінің астына жазмайсың. Екінің астына бір Ол кісі активный жазды. адам Бір кісі жазды. Сіз бриллиантовый орынды бердіңіз, личник бірге. Иә, ол енді кішкене активный адам. Қараңыз, ол адам мына адамда перелив алады, мынадан да перелив алады. Зато ол жұмыс Болған істейді. кезде, да? Иә. Аха. Енді мен вообще енді қалай 15-ті қалай жазуым керек? Бірдің астына қоя бересіз. Бірдің Иә. астына қойғанда мында сіздің 5-ші аккаунтыңыз болып өзіңіз түсесіз. Сосын 5-ші аккаунттан соң 6-ші аккаунт мынаған 2-ші болып келеді. Бірінші деңгейіне. 7-ші орын осында келеді, 8-ші орын осында келеді. Мынау допустим мен басқа адам шақырсам осылай 6, 7, 8 Иә, осы жаза беремін. бәрі осы деңгей бойынша мына бірге жазылған адамның өзі осылай түсе береді ғой. Өзің Бірдің реферальный ссылкасын осыдан аласыз, бірақ олар келіп мына жаққа түседі. Иә, өз астына. Солға қарай тола береді ғой, бүйтіп солға қарай. Сосын келесі адамдар барады да мыналарға барып түседі. Сіз бірге жазып жатсыз бірақ. Иә. Осының арасында өзімізді тағы да алып қоюымыз керек пе или Алып қойған жақсы. Хотя бы 15-тен болса да алып қойған жақсы. Қайсының астынан? Қараңыз, 15-ті аламыз. мына 2-нің астынан хотя бы бір аккаунт сіз алып алыңыз. өзің Иә, 2-нің астынан. Сосын бақылап отырып бар ғой, мына 2-ңіздің астында 4-еу толады ғой. 4-еу толып сіз мына жерге личниктерді қоясыз ғой, личниктер. Мысалы, бір орынды өзіңіз аласыз да, личник қойған кезде 5-ші 4 именно 2-нің реферальный ссылкасымен бүйтіп деңгейді қарайсыз. Деңгейде бірінші деңгейде 4 адам тұрады. Сол бірінші деңгей 4 адам толған кезде, үшінші деңгейді ашу үшін бір адамдан реферальныймен, 2-нің реферальныймен алсаң, сонда 2-нің реферальныймен өзіңізді алып алсаңыз болады. толмаса да ма, пока мияқ толмаса да былай Иә, алып мен қойса не үшін мынаны алып аласыз? Себебі бар ғой, мынау 1-ден 2-ден келген перелив мынаған түседі ғой, одан кейін барады да өзіңізге тағы келеді. И при этом мына кісіден келіп жатқан перелив та осыған келіп түседі. Жақсы да? И потом мына жерге де қарайсыз, мысалы, мына жерге личниктерді қойып жатасыз, мынау бірінші орынды өзіңіз алып отырсаңыз тоже жақсы. Әрқайсысынан бірінші орын. Бірінші орын, екінші орын бүйтіп алсаңыз мүмкіндік. Мен мысалы ана жолы апрельде ашқан кезде почти 4-ті, 16-ны, 64-тің бәрін өзіме алдым. 3 деңгейде. Қазір мен адамдарды қойып бастадым ғой, қойып бастаған кезде енді андасында бірінші орындарын алып отырамын, но все равно енді бесконечно ала бермейсің ғой. Қазір мен мына жерге бір личник қойдым ба, ол личник барады да мына жерге алып келіп түсіреді, мына жерге алып келіп түсіреді, мына жерге алып келіп түсіреді, и мынаған алып келіп түсіреді. Сразу қазір ақшаны деңгей бойынша. Мен и мына кісілер еще маған тіркеліп жатқандардың арасында ана лидерлер бар. Автоматом келеді да олар өздеріне 15 аккаунт, тоже осындай қылып алып жатқандар бар. Оның барлығы маған осындай еселеніп табыстап жатыр. Сонда мыналардың деңгейлерінің бәрі ашылған кезде енді прям әлем ақша маған әрбір аккаунт келеді. Жаңағы 9-шы аккаунт не себептен табысы ана 1-ші аккаунттан көп болып тұр. Потому что 9-шы аккаунтты мен осылай қойдым. 9-ның астына қойдым бәрін. Басқасы істеп кетті. Иә. Почти осының бәрін өзім алдым ғой. Қазір менде 150 аккаунттай бар. Пожалуйста. Енді бір аккаунт алуға әңгіме айтады, көп әңгіме айтады. Еще 15 пен. Мен қараңыздар, анау кейбір адамдар айтады ғой, вот жоғарыдағылар ғана табысы бар. Иә, тек қана кім. Қараңыздар, иә. Мен мысалы былтыр июньнің аяғында бастадым. Мен ол кезде стратегияны білгенім жоқ. Бастап кеттім, просто как попало кетіп қалды. Енді менің личниктарым бар, командам бар, переливтарын алды, ладно. Мен оны қарадым да, понаблюдала, мен қарадым. Менің талай 7.000 адам, 5.000 адам, 2.000 адам переливтар кеткен ана. Ештеңе істемей отқан адамдар. Сосын мен апрельде
егер менің бірінші орным керемет табысқа шығып отыратын болса, мен апрельде зачем мен мына орындарды аламын? Апрельде новый аккаунт ашамын да мына үш теңгенің бәрін өзіме алып аламын. Апрельде осы жылы. Вот это бір шетінен қарасам да, не үшін мен бұны жасаймын? Потому что я решила грамотно, мен уже ана жақта 30 аккаунтым бар, оның барлығын 15 личникпен толтырдым, все, мен оны қойып қойдым да, ол жаққа уже пассивный, активный табыс келіп тұр. Мен уже активно жұмыс жасап болдым ол жаққа, условияны шартын орындадым. Енді маған новый орындар ашу керек, потому что мен бизнесті уже тоқтатпай жұмыс жасағым келіп тұр. Көріп отырмын ғой, ақша түседі. Любой аккаунтым мен магазин сияқты ақша келіп тұр. Сет. Көріп отырсыздар, жаңа 153 матик бір аккаунттан ол почти 150 доллар. Әлі кеш болған жоқ, былай қарасаңыз. Енді мен мынаның бәрін алам апрельде. Алдым да, енді мына жерге қойған аккаунттың барлығы саудырап келеді, 9-ға келіп түседі ол. 9-ға келеді. Мынаған келіп түседі, мыналарға келіп түседі, мыналарға келіп түседі. Мына жерде енді рахат стратегиямен алып, мына жерде просто былай қарасаңыз мен конкретно скелетті жасап қойдым. Ал егер пирамида деп, егер жоғарыда ғана менің аккаунтым алатын болса, мен мынаны ашпас едім. Сонша ақша ғой былай қарасаңыз. Бәленбай ақша. Так что тем более мен 100-бен ашып. Вот маркетинг план. 100-бен есебін ашам, потому что сразу акционерлікке тез жету үшін ашам. Мен кейде отырып арасына нелерді қосып тастаймын, комменттерімді реинвест жасап тастаймын кейбір комменттер. Мысалы кейде болады, 500-ге, 200-ге мысалы жетпей тұрады. 200 матик болса мен 60% шығарамын. Иә, мына жерде мысалы 180 болып тұрады, мен аламын да 20 матик плюс қосып аламын. Сосын барып вывод жасаймын. Просто енді матиктер түсіп отқан соң ойнайсың бір ғой. Пайдаланып қаласың. Процент өзің кетіп ойын. Иә, потому что 60% алғаным жақсы ғой. Мысалы маған қараңыз, мына кешке шейін мысалы 200 матик болатын болса, мен мына жерде 180 болып тұр. Мен лучше иногда бывает, иә, қоса салам, зато сол 200 матиктің мен 60%-ын шығарамын. Кейде болады, мысалы 500-ге жетпей тұрады, мысалы 470 болып тұрады. Шамалы. Иә. Қосам 30 матигімді қосам да көбірек 70%-ын шығарып аламын. Рахат. От этого мен одан кеміп қалып жатқаным жоқ, наоборот, жақсы нормально ақша. Иә, вот это стратегия. Бізде спокойно. Мынау математика өзіңіздің не ғой? Өзіңіздің платформада вообще басыңыз ауырмайды. Анау сіздерге 100 матикпен тіркеліңіздер дейтініміз былай қарасаңыздар, 100 матикпен хотя бы бір аккаунттарыңыз болса, немесе сіздер 15-пен тіркеліп или 50-мен тіркеліп, соны тез арада реинвестқа шығарам, жаңа активно тез көтеріп алуға тырысу керек. Көтергенде авторинвесттің арқасында. Егер ақшаларыңыз лишний болмаса, апгрейд болғанда ол ручной емес. Команда қосқан кезде сіз каждый раз шығарған сайын өзі автоматически апгрейд. Мысалы, сізге сіз мысалы 50-мен тіркелдіңіз, 50-мен кірдіңіз, жаздым, 10 қосылды. Қазір Соны қосып соны 100-ге толтырса дейсіз ба? 100-ге толтырсаңыз, уже сіз 50%-ын шығарасыз. 50% уже более жақсы. 200 болса 60%-ын шығарасыз уже, товарооборотта. 500 болса 70%-ын шығарасыз. 2500 болса 80% шығарасыз. Сонда сіз ойлап 5000 болса уже акционер 90% шығарасыз. Бірде-бір компания сізді 90% никогда бермейді товарооборот. Пока шығармай тұрып, пока шығармай, сол ана жерге жиналған дұрыс деп тұрсыз ба? Сонда мысалға мен 100-бен қазір 200-ге дейін деп тұрсыз. Матиктің жиналғанын ма? Жоқ, мен қазір сізге көрсетемін. кошелекке шығара бересің. Кошелекке шығара берем, иә? Иә, анау итекті көтеріліп жатыр ғой. Реинвест болған кезде сіз шығарған сайын мысалы қараңыз. Ең қазір